кезет және мен Майнкрафтта выживать ететін болам. Мен бүгін жалғызбын, енді мен өзімнің ауылыма қайттым. Яғни Шымкентте жүрген кезде менің бауырларым бәрі Шымкентте тұратын еді. Енді видеоны өзім істейтін жағынан салатын шығармын. Монтаждап дұрыстап монтаждап білмеймін енді. Осы видеоға 10 лайк жинайық, достар. Осы видеоға 10 лайк. Мен мынаны дәуіткен болатынмын. Мынаны дәуіттім. Және мен егінімді былай бөліп қойдым. Мына жерге міне свекли. Мынаған ат қоймадым енді мыналарға. Тағы бүгінгі видео 4 минуттық болатын сияқты. Себебі менің телефоным дұрыстап көтере алмайды ол. Мені видеоның ұзақтығын компьютерлер ғана көтереді. 15 минут, 20 минут дегендерді, 40 минуттарды. Міне қараңыздар, достар. Мен бөліп ең төбесіндегі этажға осы заттарды қойдым. Бұларды керек заттарды деп бөліп қойдым. Керек заттар деп бөліп қойдым. Мына қойдың жүні өсіпті. Наконец-то өсті қойғардың жүні. Тез өсуші еді. Тауық және мен тауықтарды көбейттім. Ана жақта тауықтар, сиырларды да көбейттім. 2 бұзауым бар менің. 2 бұзауым сиыр болып кетті ме екен? 2 бұзауым сиыр болып кетті. Бүгінгі сериядан естесім болады мен. Бүгінгі серияда мен осыларды көрсетіп, выживать етіп жүретін боламын. Менің Майнкрафтқа что-то желанием кетіп жатыр. Ешқандай лайк жинамайды. Достар, неге стопқа қойды десеңіздер, мен наушник киіп алған болатынмын. Бұлай ойнайын. Қазір ыңғайсыз болды. Просто сәл дауысын азайтайын еді. Жақсы естіліп тұр ма, достар? Осы видеоға 10 мың лайк жинайық бірге. Просто осы видеоға лайк жинасақ күшті болатын еді. Сосын менің осы 2020 жылдың хит әндерін видеоға салатын және басқа бір видеоға түсіретін бір бауырым бар еді. Соған жарнама жасаймын енді. Жарнама жасаймын дегенде соның каналына тіркеліңіздер. Описанияда болатын болады. Осымен видеоны аяқтайтын сияқтымын. Ағаштар бір түрлі екен. Что-то ағаш. Андай құмда өсетін ағаштар сияқты да. Мыналар кәдімгі жасыл жерде өсетін ағаштарды, ал мыналар құмда өскен ағаштар. Әдемі ағаштар. Негізі 2 ағашта бірдей ғой. Барлық ағаштар құмда өскеніне қарайды ғой деймін что-то. Ал осымен видеоны аяқтаймын. Сау болыңыздар.